Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 64-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз есептер шығару. Қазақстандағы спорт ғимараттары. Сен есептер шығаратын боласың. Бірінші есеп анұсқасы. Мұз айдындарының ауданын өсу реті бойынша ата. Медеу дүние жүзіндегі ең ірі жасанды мұз айдын. Ауданы 10 000 квадрат метр. Алау жасанды мұз айдын сарайы. Ауданы 700 квадрат метр. Алматы арена жасанды мұз айдын сарайы. Ауданы 600 квадрат метр. Біздер мұз айдындарының ауданын өсу реті бойынша жазуымыз керек. Ең кіші сан ол бізде 600, одан кейін 700, одан кейін 10 000 жазамыз. Анұсқасы осы сан деректерді пайдаланып есептер құрастыр және оларды шығар. Мысалы жазайық. Алматы арена 600 метр квадрат. Алау белгісі, бірақ ол Алматы аренаға қарағанда 100 метр квадрат артық. Олай болса, 600-ге 100-ді қосамыз, 700 болады. Жауабы алау мұз айдынының ауданы 700 метр квадрат. Екінші есеп. Егер тіктөртбұрыштың ауданы белгілі болса, оның ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін? Мүмкін нұсқаларда ата. Мысалы, ауданы 48 дециметр квадрат болса, ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін? 48 дециметр квадрат дем болады 24 дециметр көбейтілген 2 дециметр, 16 дециметр көбейтілген 3 дециметр, 12 дециметр көбейтілген 4 дециметр, немесе 8 дециметр көбейтілген 6 дециметр. Жауабы тіктөртбұрыштың ұзындығы мен ені 24 дециметр және 2 дециметр, 16 дециметр және 3 дециметр, 12 дециметр және 4 дециметр және 8 дециметр және 6 дециметр болуы мүмкін. Ауданы 45 сантиметр квадрат болса, ұзындығы мен енін табайық. Ол кезде 15 сантиметрді 3 сантиметрге көбейтсек, немесе 9 сантиметрді 5 сантиметрге көбейтсек, ауданы 45 сантиметр квадрат болады. Жауабы тіктөртбұрыштың ұзындығы мен ені 15 сантиметр және 3 сантиметр, 9 сантиметр және 5 сантиметр болуы мүмкін. Келесі, ауданы 18 метр квадрат. Ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін? Олай болса, 9 метрді 2 метрге көбейтсек, және 6 метрді 3 метрге көбейтсек, 18 метр квадрат болады. Жауабы тіктөртбұрыштың ұзындығы мен ені 9 метр және 2 метр, 6 метр және 3 метр болуы мүмкін. Үшінші есеп. Есепте 45 килограмм бөлінген 9 тең болады 5 килограмм. 1 дециметр 2 сантиметр бөлінген 2. 1 дециметр 2 сантиметр 12 сантиметр болады. Оны 2-ге бөлгенде 6 сантиметр шығады. 6 сантиметр 3 миллиметр бөлінген 7. Ол бізде 63 миллиметр болады. Оны 7-ге бөлгенде 9 миллиметр шығады. 27 граммды 9-ға бөлгенде 3 грамм шығады. 4 дециметр 8 сантиметр бөлінген 8. Ол бізде 48 сантиметр болады. Оны 8-ге бөлгенде 6 сантиметр шығады. 36 центнер бөлінген 9 тең болады 4 центнер. Төртінші есеп. Есепте 9 метр азайтылған 205 сантиметр тең болады 9 метрде 900 сантиметр болады. Одан 205 сантиметр азайтқанда 695 сантиметр шығады. 4 дециметр азайтылған 15 миллиметр. 4 дециметр 400 миллиметр болады. Одан 15 миллиметр азайтқанда 385 миллиметр шығады. 5 центнер азайтылған 198 килограмм. 5 центнер 500 килограмм болады. Одан 198 килограмм азайтқанда 302 килограмм шығады. Бір тәулік азайтылған 15 сағат. Бір тәулікте 24 сағат болады. 24 сағаттан 15 сағат азайтқанда 9 сағат шығады. Тіктөртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе ұзын. Оның ауданы мен периметрін тап. Қараңыздар, ені 2 сантиметр, ал ұзындығын табу үшін 3-ке көбейтеміз. Ол бізде 6 сантиметр болады. Периметрін табу үшін 6-ға 2-ні қосамыз, 2-ке көбейтеміз. 6-ға 2 қосқанда 8 болады. 8 2 16 болады. Периметрі 16 сантиметр. Ауданы 6 сантиметр көбейтілген 2 сантиметр тең болады 12 сантиметр квадрат. Егер ені 1 сантиметр болса, ұзындығын табу үшін 3-ке көбейтеміз, ол бізде ұзындығы 3 сантиметр болады. Периметрін табу үшін 3-ке 1-ді қосамыз, 2-ке көбейтеміз. 3-ке 1 қосқанда 4 болады, 4 2 8 сантиметр. Ауданы 3-ті 1-ге көбейткенде 3 сантиметр квадрат болады. Келесі, ені 3 сантиметр, ал ұзындығы қанша болады? 3-ті 3-ке көбейткенде 9 сантиметр шығады, ұзындығы 9 сантиметр. Периметрін табу үшін 9-ға 3-ті қосамыз, 2-ке көбейтеміз. 9-ға 3 қосқанда 12 болады, 12-ні 2-ге көбейткенде 24 сантиметр. Аудан табу үшін 9-ді 3-ке көбейтеміз, ол бізде 27 сантиметр квадрат болады. Есептерге сызба таңдап, оларды шығар. Анұсқасы. Сым орамынан 4 метр кесіп алынды. Бұл сымның барлық ұзындығының 3-тен 1 бөлігін құрайды. Сым орамының барлық ұзындығы қанша? Сымның 3-тен 1 бөлігі 4 метр. Сымның ұзындығы қанша метр? Ол үшін 4-ті 3-ке көбейтеміз, 1-ге бөлеміз, 12 шығады. Жауабы сым орамының барлық ұзындығы 12 метр.
Ұзындығы 27 метр сым орамының 3/1 бөлігі кесіп алынды. Қанша метр сым кесіп алынды? Сым орамы 27 метр кесіп алынды. Белгісіз, барлық сым орамының 3/1 бөлігі кесіп алынды. 27-ні 3-ке бөлеміз, 1-ге көбейтеміз. 9-ға тең болады. Жауабы 9 метр сым кесіп алынды. Есептерді шығар. А нұсқасы. Ұлдарға 6 жаңа жылдық костюм тігу үшін 12 метр мата жұмсалды. Осындай 8 костюм тігу үшін қанша метр мата қажет? Оны біздер осылай кестеге саламыз, енді жазамыз. 6 костюм 12 метр, 8 костюм қанша метр болады? 12-ні 6-ға бөлгенде 2 шығады, яғни бір костюмге 2 метр мата жұмсалады, ал 2-ні 8-ге көбейткенде 16 шығады. Жауабы осындай 8 костюм тігу үшін 16 метр мата қажет. Қыздарға 2 кофтаға қанша мата жұмсалса, ұлдарға 3 жейде тігу үшін сонша мата жұмсалады. Егер бір кофтаға 3 метр мата жұмсалған болса, онда әр жейдеге қанша метр мата қажет? Кофта 3 метрден 2 дана, ал жейде белгісіз метрден 3 дана. Ол үшін бірінші біздер жалпы шығын табуымыз керек. 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6 шығады, яғни жалпы шығын 6 метрге тең. Содан кейін 6-ны 3-ке бөлгенде 2 шығады, жауабы әр жейдеге 2 метр мата қажет. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.